Ассалаумағалейкум достар. 25-нен бері бұл жайлы айтпаған ауыз, жырламаған жақ жоқ шығар. Біреулер иканы үкіметтің қуыршағы деп жатыр. Айтуларынша осылай істеу үшін жоғарыдан заказ берген дейді. Бұндай тапсырманы не үшін берген десек, себебін олар былай түсіндіреді. Бесіне референдум екен. Сол үшін халықтың ойын осындай нәрсемен аулап, сайлау, референдум деген нәрселерді ұмыттыру екен. Не деген ұшқыр ой. Бұл жерде ешқандай үкіметтің қатысы жоқ. Бұл жай ғана ішіп шегудің қорытындысы. Семіздікті қой ғана көтереді, шиза емес. Ал кейбіреулер кешіре салайық дейді. Бұл деген ауру бола тұра емделмей-ақ қояйық дегенмен тең нәрсе ғой. Жазалау керек. Кемінде 1 жылға бостандықтарын шегеру керек. Бұлар концерт қоймай тұрбақ. Базар жоқтағы Аманғали Сыпабеков Ика мен Шизаның көкту әнін бұлайша сынап өткен еді. Екіншісін қойдырасың, үшінші шығады. Желбіретіп көктуды. Бойында кімде қандай жүз, менде қандай ру. Бұл біздің менталитет қусаң, интеллигент мұна қу. Интеллигент дағыңдар. Қазағым интеллигент да, қу бірақ, интеллигент дағыңдар. Бұсындай шақырып тұр қойды, айтеміз. Олай болмайды ғой ол. Мен енді мақыл енді ойладым, осыны тыңдадым. Желбіретіп көктуды. Бойында Мен ойладым, жігіттер может пойызға отырайын отқа шығар. Сөйтсем шетелдің тілі екен ол. Мен өзім қазақтың тілінен басқа тіл білмеймін енді. Пойыз, енді оны білмеймін. Пойызға отырайын деп отқан шығар деп ойладым. Пойызда отырып бір жер. Бәрін айтта бірін айт. Қазақ рэпінің іргетасын қалаушылардың бірі Жақау. Икасы бар ма, Шизасы бар ма, Нурик, Смит, Кисло-сладкий бәріне диш жазам деп отыр. Бірақ батыстың мамбл рэпін Қазақстанға кеп мәңгүрт рэп қылған бұл орындаушылар дис деген нәрсені түсіне екен. Меніңше Жақаудың үстінен арыз жазып жіберетін сияқты. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, баршаңызда жалынды қала, батыр қала, батыл қала, Жаңаөзеннен жалын сәлем. Бұл назарларыңызда Амангелді Жақау бауырларыңыз. Иә, мен де қазақ рэптің негізін қалаушылардың бірі ретінде, осы саланың өкілі ретінде кешегі інілеріміздің жіберген қателігіне байланысты бір-екі ауыз айтар пікірім бар. Иә, сахна бұл өзінің деңгейінде бір киелі мекен, киелі орда. Сахнаға шығып айтылатын сөздер, ондағы жасалынатын іс-қимыл әрекеттер адамдарға тек қана жақсылық әкелу керек. Кез келген сахнаға шығып, өзін өнер адам ретінде көрсетуші адам тек қана жақсылықтың ғана жаршысы болып, жақсылықтың үлгісі ретінде ғана жарқырауы тиіс. Өкінішке орай, қасқыр жоқта ит олып, ит жоқта шошқа үріп жатқан замандамыз. Сана мен талғам өзгерді, жастардың көзқарасы өзгерді. Кешегі сахнаға шығып, аузына келген құсып жатқан Кисло-сладкий, Бонах сияқты, Нурик, Смит сияқты сасықтар біздің сахнамызда бұдан кейін өнер көрсетуге ақылары жоқ. Және де мен осы Маңғыстаудың азаматы ретінде, осы қазақ елінің азаматы ретінде талап етемін. Осындай азғындар біздің Маңғыстауға ешқашан өнер көрсетпеуі тиіс. Осы концерттерді ұйымдастырушы адамдар, ойланыңдар. Ондай азғын топтар біздің Маңғыстаудың жастарының келіп санасын олауға ешқандай ақысы жоқ. Енді бұл жігіттер және сол сияқты топтар біздің Маңғыстауда өнер көрсетпеуі тиіс. Менің айтатыным сол. Ал Ика мен Шиза келетін болсақ, бұл ту екінің бірінің қолында ұсталып, сүлгі сияқты қолында оралып, немесе сүлгі сияқты арқасына ілініп, одан кейін жерге тасталатын нәрсе емес. Ту бұл біздің құндылығымыз, бұл біздің мақтанышымыз, бұл біздің еліміздің бейнесі, еліміздің айбар десек те болады. Кешегі Бекзат сияқты, кешегі қаншама әлемге қазақ елін паш еткен спортсмендердің, спортшыларымыздың иығында, биікке көтерілген қолдарында ұсталған ту қазір өкінішке орай аузы арақпен ластанған, шылыммен ластанған тексіз немелердің қолында қазір кетіп, туымыз аяқ асты болып жатқан өкінішті. Иә, сахнадан бөлікте қаншама туымыздың қорланған фотоларын, видеоларын көріп жатырмыз. Олай болатын болса, өнер адамдарына және соңынан ерген рэперлерге айтатыным, келесіде кешегі жігіттердің қайталаған қателігін біздерді қайталамауымыз керек. Бізден де лайық болған, бізден де мықтырақ болған жақсы жігіттер туды биікке көтеріп, солай елдің шынайы қошеметіне ие болған жігіттер ғана туды көтеріп жүру керек. Сахна бұл кез келген шығып, аузыңа келгенде айтып, құсып, содан кейін кешірім сұрап кете салатын жер емес. Біздің халық
кешірім сұраудан тойды. Жігіттер, енді келесіде айтатын сөздеріңізге, істейтін амал әрекеттеріңізге қатты мән беріңіздер. Менің айтатыным, қазақ елінің туы әркімнің мазағында, әркімнің әзілінде, әркімнің көңіл қалауында, әркімнің қалай мәміле жасайын десе, солай мәміле жасайын дейтін қарым-қатынасына лайық болмау керек. Яғни ту ол өзінің лайықты жерінде, лайықты адамдарымен ғана насихатталу керек. Олай болатын болса, тағы да қайталап айтам, біздің қазақ рэптің сахнасынан, қазақтың сахнасынан кешегі Нурик Смит сияқты, және Кислат Сладкий Бонах сияқты азғын топастар, нашақорлар түбегейлі жойылу керек. Біздің жастарымыз олардың әндерімен әсерленбеу керек, олардың мәтіндерімен әсерленбеу керек. Сол үшін қазақ жастары, естеріңізді жиыңыздар, ертеңгі арттарынан еріп келе жатқан інді қарындастарыңызға қараңыздар. Біздің олардан алатын ешқандай үлгіміз жоқ. Сол себепті де лас нәрсе лас жерде жату керек. Олардың орны қоқыс қана. Қазақ ел жасасын, қазақтың туы әрдайым биік болсын. Олай болатын болса, біздер мінекей Алла амандық берсе, санаулы күннің ішінде өзіміздің командамызбен бірге жиналып, сондай сасықтарға, нашақорларға, қазақтың жастарын азғындап жатқан рэпер сымақтарға бір ауыз айтар сөзіміз бар. Олай болатын болса, назарыңыз бізде болсын. Біз сіздерді жақын уақытта жақсы ақпараттармен, жақсы тректермен қуантатын боламыз. Құрметпен Амангелді Жақау